Ал Қостанайда көп қабатты үйге жарылғыш зат қойылды деп тұрғындар мен арнайы қызмет өкілдерін әбігерге салғандар мектеп оқушылары болып шықты. Енді жалған хабар таратқан тентектердің ата-анасы жауапкершілікке тартылмақ. Неизвестное лицо позвонило, сказали, что у вас заложена бомба. Ну и вот вызвали 102, приехали. Эвакуировали, предоставили, значит, место для того, чтобы люди не были на улице, чтобы было тепло. Кеше кешкісін Абай көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің 77 жастағы тұрғынына белгісіз біреулер қоңырау шалып, көп қабатты үйге жарылғыш зат қойылғанын айтады. Зейнеткер дереу полицияға хабарлаған. Құзырлы орган өкілдері мен өрт сөндіру техникалары дер кезінде жетіп тексеру жүргізе бастайды. Жедел жәрдем қызметі де келген. Үй қоршауға алынып, 36 пәтердің тұрғындары сыртқа шығарылды. Жарылғыш затты іздестіруге 100-ге жуық қызметкер мен 30 техника жұмылдырылды. Тексеру шаралары 2 сағаттан астам уақытқа созылды. Кейін ешқандай жарылғыш заттың жоқтығы анықталып, адамдар баспаналарына кіре бастады. Жалған ақпар таратқан 4 жасөспірімнің ата-анасы қылмыстық жауапкершілікке тартылады дейді полицейлер. Терроризм акциясы туралы қасақана жалған хабар таратқан үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жалған шақыртуға шыққан арнайы қызметтердің шығындарын осы жасөспірімдердің ата-аналары өтейтін болады.